Film Global Game Developer Sentinel компаниясының бас директоры Эндрю Кинкейдпен жүргізілген сұхбаттан басталады. Бұл әлемдегі ең жылдам өсіп келе жатқан бейнеойын компаниясы. Кинкейд жақында ақш-та қару ұстау құқығын сақтау мәселесіне қарсы шыққаны үшін жаңалықтардың басты тақырыбына айналды. Ол қаруға иелік ету американдықтарды қорғай алмайтын ескі дәстүр деп санайды. Сондықтан ол зорлық-зомбылықты тек бейнеойындар аясында шектеуді ұсынады. Егер біреу-біреуді атуға құмартса, Sentinel компаниясының ойынын ойнасын дейді. Басқа жерде Sentinel компаниясының қауіпсіздік жөніндегі басты қызметкері Орсон Крид жұбайы Эббимен бірге осы сұхбатты тамашалап отыр. Репортер Кинкейдтен Орсонның Sentinelді әскери келісімшарттарға тартуға тырысқаны жайлы сұрағанда, Орсон экранға телміріп, Кинкейдтің әр сөзін мұқият тыңдап отыра. Эбби асығыс бір жаққа кетуге жиналып жатады да, Орсонды асығуға үндейді. Алайда ол экраннан көз алмайды. Кинкейд репортерге Орсон екеуінің көзқарасы мүлде екі түрлі екенін, және бұл Орсонның интеллектуалдық меншікке иелік етуге алғаш рет тырысуы емес екенін айтады. Дегенмен, Кинкейд бұл әрекеттің Орсон үшін соңғысы болатынына уәде береді. Орсон сұхбатты көріп қатты мазасызданады, ал Эбби оны жұбатады. Ол күйеуіне «Сен Кинкейд сияқты емессің, соған қуаныштымын» дейді. Кейін Орсон мен Эбби чемодандарын алып үйден шығуға беттегенде, қарулы топ үйге басып кіріп, Эббиді кепілге алады. Орсон өзін қорғау үшін пышақ шығармақшы болады. Бірақ бір бандит оны ұрып есінен тандырады. Осыдан кейін фильм Sentinel компаниясының қызметкері Бернардқа ауысады. Ол компанияның тестілеушісі әрі ойын чемпионы Макс Тройға жаңа ойын салынған сәлемдеме әкеледі. Бұл Sentinel компаниясының соңғы ойыны, және оны сынау Макстың міндеті. Макс ойынды компьютеріне қосқан кезде, оған Sentinelдің техникалық қолдау қызметкері Принцесс есімді қыз хабарласады. Макс оны өмірінде ешқашан көрмесе де, жылдар бойы оған симпатия сезініп келеді. Ойын алдында әдеттегі дайындығын жасап алған соң, Макс ойынды қосады. Принцесс оған бұл ойынды өзгертудің мүмкін емес екенін айтады. Бұл жаңалық Максты ренжітеді. Сондай-ақ бұл ойын шын өмірде өтетін ойын екенінде хабарлайды. Келесі көріністе Орсонның үйі көрсетіледі. Үйдің астан-кестені шыққан. Эбби ес-түссіз жатқан Орсонның мойнына құрылғы орнатып жатқан бандиттерді қарап отырады. Олар құрылғыны қосып, Эббиді жүк көлігіне отырғызып алып кетеді. Орсон есін жия бастаған кезде, Макс ойынды ойнай бастайды. Макс ойынды бірден ұнатып, оның реалистік стиліне таңырқайды. Ойында мәзірде, баптаулар да, жүктеу уақыты да жоқ екенін байқап, бұл ерекшелікке таңғалады. Ол ойында бір суретті алып қараса, оның Орсон мен Эббидің суреті екенін көреді. Макстың кейіпкері айнаға қарап, өзінен ашу мен ызаны байқайды. Қабырғалардағы қан іздерін көрсе де, оған мән бермей өтеді. Кейіпкер үйдің ішінде жүріп, ас үйдегі ойна деген жазуы бар телефонды тауып алады. Телефондағы видеода Зейн есімді бандит Орсонға арнап сөйлейді. Бұл кейіпкердің шын мәнінде Макс ойнап отырған Орсон екені анықталады. Яғни, ойындағы оқиғалар шын өмірде болып жатыр. Зейн Орсонға бірнеше сынақ күтіп тұрғанын айтады. Ол әр тапсырманы орындауға 90 минут уақыт алады. Егер сәтсіз болса, Эбби денесінің бір бөлігінен айырылады. Орсонның бірінші миссиясы жақын арада тоналатын ұлттық банктың ішіне ешкімге байқатпай кіріп, 1121 нөмірлі сейф жәшігінен құжатты алып шығу. Орсон қатты терлеп кетеді. Бірақ Макс бұл ойынның шынайы өмірмен байланысты екенін білмейді. Макс оны үйден шығарып, сырттағы көлікке отыруына көмектеседі. Бірақ көлікті жүргізе алмай әуре болады. Осы кезде Принцесс көмекке келіп, ойын барысында Макспен бірге болуға уәде береді. Макстың кейіпкері үйден шыққан сәтте жаңалықтарда оңтүстік ауданындағы ұлттық банктың тоналғаны хабарланады. Банкке келген соң, Макс қауіпсіз кіру жолын іздей бастайды. Және ақыры терезе арқылы банкке тығылып кіреді. Бұл кезде банк тонау жүріп жатыр. Ол банктың ішіне еңбектеп кіріп, тонаушылардан қашпақ болған банк қызметкерін кездестіреді. Макс әлгі әйелден 1121 нөмірлі сейф жәшігі жайлы сұрайды. Әйел оны жынданған деп ойлап, ескерту жасайды, өліп қаласың. Алайда Орсон табандап тұрып алады. Содан соң әйел оны өзінің стеліне жібереді. Орсон жәшіктің кілтін тартпадан алып, сақтау қоймасына бет алады. Ол сейфке жақындаған сәтте Макс уақытша сигналды жоғалтады. Бұл кезде Орсон есін жиып, мойнындағы құрылғыны шешуге тырысады. Алайда Макс тез арада бақылауды қайта алады да сейфті ашады. Сейфтің ішінен Орсон тапаншамен жазба табады. Онда тонаушыларды өлтіріп, ақшаны алу керектігі жазылған. Принцесс Макске тұтқындарды өлтірмеу керектігін ескертеді. Әйтпесе миссия сәтсіз болады. Макс оған сабыр сақтауды айтып, қажет болса ойынды қайта жүктеп, автоматты түрде сақтай алатынын жеткізеді. Ол тонаушыларды біртіндеп жойып, ақшаны алу үшін жол ашады. Орсон мен тонаушылар атысқанда, тұтқындар қорқынышпен айғайлайды. Ақыры Макс ақшаны қолына түсіріп, көлікпен қашып кетеді. Қауіпсіз жерге жеткен соң, ол ойынды кідіртіп, аздап тамақтанып алмақ болады. Бірақ ойынды тоқтата алмай қалады. Принцесс бұл мәселені тексеріп көруге уәде береді. Макс ас үйіне барады да,
теледидардан банктегі әйелдің телеарнаға берген сұхбатын көреді. Әйел Орсон Криттің өмірін сақтап қалғанын әңгімелейді. Макс ақыры бейнеойында болып жатқан оқиғалар шынайы өмірмен байланысы бар екенін түсінеді. Қорыққан Макс полицияға қоңырау шалады. Бірақ 911 операторы оған отыр да ойынды жалғастыр дейді. Макс принцесске бұрылып, бұл ойынның не екенін сұрайды. Ол ойынды жалғастыруын өтінеді. Бірақ Макс оны өшіруге кіріседі. Кенеттен экранда Зейн пайда болып, оны мұқият тыңдауға бұйырады. Егер Макс ойынды сөндірмек не билікке хабарласуға тырысса, Зейн принцессті өлтіріп, Максты банк тонауына кінәлі етіп шығаратынын айтады. Сондай-ақ Макс банк тонау кезінде алынған ақша өз банк шотына түскенін, және Зейннің адамдары оның үйін қоршап алғанын біледі. Таңдау қалмаған Макс ойынды жалғастыруға мәжбүр болады. Зейн оған солтүстікке қарай бірнеше шақырымда орналасқан жеке мектепке баруды бұйырады. Ол жерде атыс болмақ. Мектепке бара жатқан жолда Макс принцессті бәріне қатысы бар деп айыптайды. Принцесс бұл іске қатысуға мәжбүр болғанын түсіндіруге тырысады, бірақ Макс оған сенбейді. Мектепке жеткен соң, Орсонға атыс жасаушыны полициядан қорғау тапсырмасы беріледі. Ол мектепке жасырын кіріп, атыс ұйымдастырмақ болған бозбаланы табады. Орсон оны тоқтатуға тырысады, бірақ бала оны жіберуін өтінеді. Әйтпесе Зейн анасын өлтіреді дейді. Орсон оны жібереді, бірақ мектеп қауіпсіздік қызметкерлерінің шабуылына ұшырайды. Ол оларды оңай жеңіп, көз алдында баланың тағы да балаларды өлтіріп жатқанын көріп, көз жасына ерік бере. Макс амалсыздан мектептегі шабуылшыға көмектесіп қашуына жол береді. Осыдан кейін Зейн жаңа тапсырма бермек болады, бірақ Макс кенеттен қоңырауды үзіп, принцестің қарсылығына қарамастан өз телефонына қоңырау шалады. Ақыры Макс Орсонмен тікелей байланысқа шығып, болған оқиғаның бәрін айтып береді. Сюжет Кинкейдтің пәтеріне ауысады. Ол жерде Эбби тұтқында отыр. Кинкейд пен Эббидің бұрынғы қарым-қатынасы болғаны анықталады. Кинкейд одан Орсон сенің менімен болғаныңды біле ме деп сұрайды. Эбби бұған ашулы реакция білдіреді. Осы уақытта Макс Орсонға үйіне қайта оралуға көмектесіп, Зейннің бандиттермен шайқасады. Бандиттерді жеңген соң, Орсон ақыры Макспен кездеседі. Бірақ мойындағы құрылғының кесірінен сөйлей алмайды. Макс принцесске Орсонның сөйлеу жиілігін бұғаттан босатуды сұрайды. Принцесс күмәндана бастағанда, Макс онымен байланысын үзіп тастайтынын айтып сес көрсетеді. Амалы қалмаған принцесс бұйрыққа бағынады. Орсон сөйлеу қабілетіне қайта ие болып, Макстың үйінде жасырын тыңдау құрылғысы бар деп күдіктенетінін айтады. Макс бұған сенбегендей болады, бірақ Орсон Сентинел компаниясының барлық қауіпсіздік протоколдарын, соның ішінде тыңдау жүйесінде өзі жасағанын айтады. Сентинел компаниясынан алынған барлық құрылғылар арқылы Максты бақылауға болады. Макс үйді тыңдау құрылғыларынан тазартып болған соң, ол екеуі ішіп отырып Сентинел туралы әңгімелеседі. Орсон адамдарды бейнеойын кейіпкерлермен байланыстыратын технологияны өзі ойлап тапқанын айтады. Бұл технология Control X деп аталады. Ол бастапқыда тек бақылауға арналған прототип болған, бірақ Орсон бұл жүйе әскерилерге анағұрлым пайдалы деп санаған. Себебі ол бұрынғы сарбаз әрі соғыста жақын достарынан айырылған. Control X жүйесінің мақсаты жауынгерлерді күшейтіп, олардың рефлексін жылдамдату және оларға қосымша көз беру. Орсон Кинкейдтің қару-жарақты бақылауға алу идеясын сылтау етіп, шын мәнінде басқа жұмысқа ойлары бар екенін айтады. Сол сәтте Макс Орсонның мойнындағы чипті байқайды. Қашықтан басқару құрылғысы жақындағанда, ол қатты сигнал бере бастайды. Орсон Макстен чипті шешіп тастауды сұрайды. Макс бірден келіспей, дайындалуға аздап уақыт сұрайды. Ол сыртқа шығып, белгісіз себеппен ес-түссіз жатқан бандиттің бірі профессионалды үйге сүйреп кіргізеді. Осы кезде Кинкейдтің тікелей эфирі үзіліп қалады. Ал эфир қайта қосылғанда, ол Орсонның чипті алып тастағанын біледі. Тағы да таңдау қалмаған Кинкейд ақыры Макске өзі көрініп, егер бұйрықтарын орындамаса, принцессті өлтіретінін айтып қорқытады. Өзінің не істей алатынын көрсету үшін, Кинкейд Сентинел компаниясының кездейсоқ бір әйел қызметкерін атып өлтіреді. Амалсыздан Макс ойынды қайта жалғастыруға келіседі. Ойын арқылы Эбби Макске келесі тапсырманы береді. Орсонды Нидл деп аталатын мұнараның төменгі қабатына жіберу керек. Ол жерде Калеб Анджело кешкі ас ішіп отыр. Орсонның мақсаты Анджелоны өлтіру. Алайда Кинкейдтің білмеген бір жайт бар. Орсон Сентинел чипін профессионалдың мойнына салып қойған, және Кинкейдтің нақты жоспарларын біліп қойған. Орсон Анджелоның әлемдегі ең үлкен серверлік деректер қорының 51%-на иелік ететінін, ал Кинкейдтің қолында тек 40% бар екенін айтады. Егер Анджело жойылса, Кинкейд барлық акцияларды иемденіп, бүкіл әлемді бақылауға алмақ. Кинкейдтің арам пиғылын білген соң, Макс профессионалды Нидл мұнарасына бағыттайды, ал Орсон Эббиді құтқару және Кинкейдпен бетпе-бет келу үшін жолға шығады. Жолда принцесс Макске қоңырау шалып, өзі аман екенін айтып, көмектесуге дайын екенін жеткізеді. Макс Анджелоның көлігін әйгілі зәулім ғимарат маңында тоқтатып, оны өлтіреді. Алайда Кинкейд Орсонды Анджело танымай кеткен сәтте күдіктене бастайды. Осы уақытта Орсон Кинкейдтің кеңсесіне келеді. Зейн мен оның бандиттері оны тоқтатпақ болады. Бірақ Орсон оларды оңай жеңіп,
Кинкейдтің кеңсесіне кіреді. Кинкейд Эббиді атып өлтіремін деп қорқытып, Орсонды берілуге мәжбүр етеді. Сонымен қатар, Кинкейдтің басқа бандиті, хирург деген лақап атпен танылған қылмыскер, Максты оның үйінде байлап тастайды. Орсон Кинкейдтен мектепке неге шабуыл жасағанын сұрайды. Кинкейд балалардың өлімі соғыс құрбандары екенін айтып, бұл үкіметке қару-жараққа шектеу қою туралы заңды қабылдату үшін жасалған қысым болғанын мойындайды. Бұл заң қаруды тек ойындарға ғана қолдануды қарастырады. Ақын есі ауысқан Кинкейд кейде жағдайды жақсарту үшін алдымен бәрін нашарлату керек дейді. Орсон оған адамдарды бақылауға сенің ешқандай құқығың жоқ, тіпті олар қателескеннің өзінде де, деп қарсы тұрады. Орсон Кинкейдті сөзге алаңдатып жатқанда, Макс профессионалды хирургтың көзіне түспей ине жеткізеді. Профессионал хирургты байқатпай келіп, оны өлтіреді. Сентинел компаниясының штаб пәтерінде Орсон Кинкейдпен шайқасады, ал Эбби Кинкейдтің басқа бандитін өлтіреді. Орсон мен Кинкейд арасында соңғы шайқас басталады. Кинкейд Орсонды өлтірмек болғанда, Макс келіп, оны атып өлтіреді. Оқиғаның соңында Макс Сентинел компаниясының жаңа бас директоры болады, және компанияны өзінің бастапқы адамгершілікке негізделген құндылықтарына қайта оралтуға уәде береді.